өте пузырчатый болып шығатын қуырылған тұшпараның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен табаққа осындай бөлме температурасындағы суды құямыз. Содан кейін жарты шай қасық тұз және ерітілген сары майымызды құйып аламыз. Содан кейін жаймендеп ұн сала отыра орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Мен үнемі видео рецепттерінде осылай ұнды бірден көп салмауды кеңес беремін. Өйткені бірден көп ұн салсаңыздар, қамырыңыз қатты болып, оны жұмсарта алмай қаласыздар. Сондықтан жаймендеп сала отыра қамыр илеу керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз оны екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Өйткені менің стилім қатты үлкен емес. Сондықтан бұл қамыр үлкенді қалады, екіге бөліп алып жайып аламыз. Қамырды бірден оқтаумен жаюға болмайды. Осылай қолымыздың көмегімен шет жағын басып, қолымызды осылай басып, содан кейін сағаттың тілімен айналдыра отыра қамырымызды жаямыз. Қамырыңыз қатты жұқа немесе қатты қалың болып қалмау керек. Қамырымызды жайып алғаннан кейін дәл осылай тәсілде қамырларымызды кесіп алуымыз керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырдың қалыңдығы осындай болса өте әдемі, жұмсақ, хрустящий болып шығады. Енді қуырылған тұшпараның ішіндегі салмасын дайындаймыз. Бұл кәдімгі пюре. Пюреге мен қара бұрышпенен тұз салдым. Пиязды жартылай қуырып салсаңыздар да өте дәмді болады. Тұшпараларымызды енді жақсылап түйіп аламыз. Шет-шетін жақсылап қысып, басып жабу керек. Өйткені майға түскеннен кейін жан-жағы ашылып, ішіндегі картошкалар сыртқа шығып кетуі мүмкін. Бұл қуырылған тұшпаралардың сыры сары майда болып есептелінеді. Жай ғана қамыр илесеңіз, пузырчатый болып шықпайды. Сары майды ертіп салатын болсаңыз, тұшпараларың сіздің өте дәмді, хрустящий әрі пузырчатый болып керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен заказ алсаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Тұшпараларды өте жоғары ыстықта, жоғары отта пісіріп алуды кеңес беремін. Ішіндегі салмасы да пісіп тұрғандықтан көп ұстаудың қажеті жоқ. Егер майда көп тұрып қалатын болса, май сорып, қатты майлы болып кетуі мүмкін. Міне видеода көріп тұрсыздар, менің тұшпараларым өте хрустящий әрі пузырчатый болып шыққан. Жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.